Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің сабағымыз 22-ші сабақ, жылдың 4 мезгіл атауы. Бұнда біз жыл мезгілдерінің атауларын Қытай тілінде үйренеміз. Әр мезгілге тән ауа райы сипаттауды меңгереміз, қарапайым сөйлемдер құрамыз. Алдымен мына жаңа сөздерді үйренейік. Мезгіл дегенді Қытай тілінде чижие деп айтады. Чижие. Ал көктемді чунтиян дейді. Жазды шатиян дейді. Маған лесіп оқыңыздар. Чижие, чунтиян, шатиян. Күзді чиутиян дейді. Қыс доңтиян. Лесіп оқыңыздар. Чиутиян, доңтиян. Қайталаймыз. чижие, чунтиян, шатиян, чиутиян, доңтиян. Ауа райын қалай сипаттайды, соны көрейік. Біз білеміз, көктемде гүлдер ашылады дейміз. Чунтиян, көктем. Гүлдер ашылады. Хуа кайла. Лесіп оқыңыздар. Чунтиян, хуа кайла. Жазда ыстық болады. Шатиян, хан жы. Күзде салқын болады. Чиутиян, күз. Тянчи ляңқуай. Ауа райы салқын. Тянчи дегеніміз ауа райы. Ауа райы. Ал қыста қар жауады. Оны былай айтамыз. Доңтиян, қыс. Ша шуе, қар жауды. Ша шуе. Ал бірнеше қарапайым сөйлемдерді үйренеміз. Қай мезгілді ең ұнатасың деп сұрамақшы болсақ, 你最喜欢哪个季节? 你最喜欢哪个季节? 哪个дегеніміз қай мезгіл деген сөз, қай деген сөз,哪个, 季节деген мезгіл. 你最喜欢哪个季节? Ал мен көктемді жақсы көремін. Оны біз былай айтамыз. 我最喜欢春天. 我最喜欢春天. Маған лесіп оқыңыздар. 你最喜欢哪个季节? 你最喜欢哪个季节? 我最喜欢春天. 我最喜欢春天. Ал қыста суық болады демекші болсақ, 冬天很冷дейміз. 冬天很冷. Жазда мен суда жүзуді жақсы көремін демекші болсақ, 夏天我喜欢去游泳. 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 Ал тапсырма, жаңа сөздерді жаттап алыңыздар. Өз қалауыңыздағы бір мезгілді бір сөйлеммен сипаттап көріңіз.
аман сау болыңыздар.